Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін рефракторлық кезеңмен танысамыз. Бірінші рефракторлық кезең деген қай нәрсеге байланысты айтылатынын естеріңе түсіріңдерші. Бұл бұлшықетке байланысты айтылады. Негізі бұлшықеттің қасиеттері қандай? Бізде бұлшықеттің қасиеттері ол қозғыштығы, өткізгіштігі, жиырылғыштығы және эластикалығы. Бірақ ең басты қасиеті бұлшықеттің жиырылғыштығы болып табылады. Естеріңе түсті ме? Енді рефракторлық кезең дегеніміз не? Рефрактерлік кезең. Енді мен өткен сабақта айттым. Бізге қозуға қабілетті жасушалар, олар жүйке жасушасы, бұлшықет жасушасы, безді жасушалар дедім, иә? Бұлар қозуға өте қабілетті жасушалар болып табылады. Ал рефракторлық кезең дегеніміз не? Бұл дегеніміз физиологияда, неврологияда қолданатын термин. Рефракторлық кезең дегеніміз. Бұл дегеніміз әрекет потенциалы бағанағы безді жасушаға немесе жүйке жасушасына әсер еткеннен кейін, әрекет потенциалы туындағаннан кейін бұл жасушаның мүлде қозу болмаған жағдайы. Немесе осы рефракторлық кезең қозу әрекет потенциалы әсер еткенде де қозу болмайтын жағдайын рефракторлық кезең деп атаймыз. Рефракторлық кезең өзі екіге бөлінеді. Бірінші, абсолютті рефракторлық кезең. Қандай деп аталады екен бұлар? Абсолют. Және екіншісі салыстырмалы рефракторлық кезең. Сонда рефракторлық кезең қаншаға бөлінді балар? Екіге. Абсолютті рефракторлық кезең және салыстырмалы рефракторлық кезең. Сонда әрекет потенциалынан кейін жасушаның қозу болмаған жағдайы немесе тыныштығы жағдайы рефракторлық кезең дейді. Енді абсолютті рефракторлық кезеңде не болады? Абсолюттігі рефракторлық кезеңде жасуша тітіркендіргіштерге мүлдем жауап бермейді. Ол қозбайды. Осыны не деп атаймыз? Абсолютті рефракторлық кезең дейміз. Ол қандай да бір қозу болмасын жасушаға әсер ете алмайды. Бұған поляризацияның қайта келуі реполяризацияны айтуға болады. Одан кейін салыстырмалы рефракторлық кезең басталады. Салыстырмалы рефракторлық кезеңде бұл күшті полярсыздану жүреді. Былай қарағанда деполяризация. Сөйтіп әрекет потенциалын тудыруға болады. Бұны салыстырмалы рефракторлық кезең деп атайды. Енді бұлшықет ұлпасының рефракторлық кезеңі жүйке жүйесі ұлпасының рефракторлық кезеңіне қарағанда ұзағырақ болады. Сонда жүйке жасушасына қарағанда бұлшықеттің рефракторлық кезеңі қандай болады екен балар? Ұзағырақ болады. Мысал үшін жүйкенің рефракторлық кезеңінің ұзақтығы 14 метр секунд болатын болса, көлденең жолақты бұлшықетте бұл 35 метр секунд шамасында. Сонда қайсысы ұзақ болып тұр? Мысал үшін жүйке жасушасында қанша дедік? 14 метр секунд дедік. Көлденең жолақты бұлшықетте қанша дедік? 35 дедік. Қайсысы ұзақ болып тұр? Әрине, ұзақ бұлшықет болып тұр. Көлденең жолақты бұлшықет. Міне. Енді бұлшықет ұлпасының лабильділігі, немесе екінші сөзбен айтқанда лабильдік дегеніміз құбылмалдылығы деген сөз. Бұлшықет ұлпасының құбылмалдылығы жүйке ұлпасының лабильдігіне қарағанда төмен болады. Сонда бұлардың құбылмалылығы керісінше қандай болады? Бұлшықетте төмен болады. Ал енді балалар, біз бұлшықеттің жиырылу типтерімен танысайық. Бұлшықеттің жиырылу типтері.
типтер. Бірінші динамикалық тип. Немесе динамикалық форма. Динамикалық. Енді осы динамикалық форманың біріншісі изотоникалық. Изотоникалық, немесе бұларды біз айтамыз, екінші аты бар, ол концентрациялық тип. Концентрациялық тип. Бұл дегеніміз не болар? Изотоникалық немесе концентрациялық тип дегеніміз, бұлшықет өзінің ұзындығын өзгертеді, бірақ күш түспейді. Бұлшықет, тағы да айтамын, бұлшықет өзінің ұзындығын өзгертеді, бірақ күш түспейді. Мысал үшін жүру. Міне, жүріп бара жатырмыз, бізде күш түсіп жатқан жоқ, бірақ бұлшықет не істеп тұр? Жиырылып тұр. Осыны изотоникалық деп атайды. Екіншісі эксцентрикалық тип. Эксцентрикалық тип. Бұл кезде не болады? Бұл кезде бұлшықетке ауырлық күш түскенде бұлшықет созылады. Бұлшықеттің созылуы. Мысал үшін, ауыр жүкті төмен түсіреміз ғой. Ауыр жүкті төмен түсірген кезде осы эксцентрикалық тип жүзеге асады. Ол дегеніміз, ауырлық күш түскенде бұлшықет созылады. Осыны эксцентрикалық тип деп атайды. Енді екінші бұл статистикалық форма. Бұл изометриялық. Бұл жерде не болады? Изометриялық. Мынау изотоникалық еді ғой. Мына жерде изометрикалық. Изометриялық. Енді изометриялық дегеніміз не? Бұл деген күш түсірілу артады, бірақ бұлшықет ұзындығы өзгермейді. Тағы да айтамын, күш түсіру артады, бірақ бұлшықет ұзындығы өзгермейді. Осыны изометриялық тип деп атайды. Ал енді үшінші бұл аралас. Мысал үшін, адамда жұмыс деген кезде тек қана бір ғана тип жұмыс істейді деп ойламау керек. Ол жерде барлығы да кейбір кезде көрініс береді. Осыны ұмытуға болмайды. Сонымен, балалар, біз не өттік бүгін? Біз рефракторлық кезеңді өттік. Рефракторлық кезең дегеніміз әрекет потенциалы әсер етсе де, ол қанша әсер етсе де бұлшықеттің тыныштық күйде болуы. Осыны рефракторлық кезең деп атаймыз. Бұлшықет талшықтарының тыныштық күйінде болуы, қозудың әсер етпеуі. Мұны осыны рефракторлық кезең дейміз. Бүгінгі осымен сабағымыз бітті. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.